өспірім, жас бала атасынан сұраған екен. Ата, ақсақалды ата, тұрақ мініп көрдің бе? Тұлпар, арғымақ деген сөз. Мініп көрдің бе? Арғымақ мініп көрдім балам, өте шыққан жел екен депті. Шырақ жағып көрдің бе? Шырақ жағып көрдім балам, сөніп қалса күл екен. Тұрақ орып көрдің бе ата? Тұрақ орып көрдім балам, бәрін аяты шөп екен. Шапан жауып көрдің бе ата? Шапан жауып көрдім балам, бәрін аяты кер екен. Қанат байлап көрдің бе ата? Қанат байлап көрдім балам, жарауаттың дел екен. Сәулетті боп көрдің бе ата? Сәулетті боп көрдім балам, жылтыраған шын екен. Байлығы мол дәулетті боп көрдің бе ата? Дәулетті боп көрдім балам, қолын жуған кір екен. Осындай тойда, жиында туған туысқаны мол, әулетті боп көрдің бе ата? Әулетті боп көрдім балам, көп қазақтың бір екен деген екен. Сонда бұл жалған дүниеде, бұл фаниде не асыл, кім ақиқат, не қымбат деп сұрапты немересі атасынан. Сол кезде ақсақалды атасы өмір көрген ақсақал былай деген екен. Айналайын балам, бізге дейін мыңдаған, миллиондаған жылдар бойы пендешілікпен адамзат өмір сүрген. Барлығының асыл сөз маржаны өмір елегінен өткенде былай депті. Алтын ұяң отан қымбат, ардақтаған анан қымбат, аймалайтын апан қымбат, құт керемет атан қымбат, асқар тауың әкең қымбат, ұятпенен ар қымбат, өзің өскен ел қымбат, өзін сүйген жар қымбат деген екен. Міне осындай асыл сөз маржанын өсиет қылып қалдыратын, біздің той түндігіне арнайы келіп отқан, атап айтатын болсақ, ең сыйлы да, ең қымбатты ақсақалды аталарымызды шақырсақ.